Сәлем достар, сіздермен бүгін мен Армани. Бүгінгі видеода достар біздер деген топ 5 ешкім ойнамайтын ойындар ойнайтын боламыз. Короче айтқанда бұл ойындар плау игры дегенде бар. Біздің бірінші бәрі библиотекадан неғылған ойындар, добавление еткенде, короче айтқанда. Бірінші ойын вертолет. Бұл ойынды, короче, бұлай ойнаймыз. Кеттік, ал біз... Менің рекордым 10.000 болатын. Так. 10.000 болған. Біз 3.000-ға жеттік. Так. Біздің рекордымыз әлі нормально. Так. Біз 6.000-ға жеттік. Так. Енді өзіміздің рекордымыздан асатын боламыз. Атаңның басы атасы. Жарайды. Екінші ойынымыз сапер. Бұл ойынды мен нақты түсінбеймін. Мынандай флагтарды саласың ба бірдеңе. Ұтылып қаласың осындай. Жерді мынандай болады, сөйтіп осылар неғылмай қаласың да, короче айтқанда. Қызығы жоқ ойын. Змейка деген ойын көрейік. Так. Короче, бұл ойында жылан ойын. Короче айтқанда, алмаларды жеп, сен үлкейетін боласың. Менде неде екен білмеймін. Играда. Қараңыздар, қандай болып кеткен. Басқаша болып кеткен. Енді чозо бір түрлі болып кеткен. Короче айтқанда. Так. Көрдіңіздер өздеріңізде. Так, біз мына ойынды көрейік. Пассианс деген ойын. Мен 5 сентябрьде ойнаған бұл ойынды. Простой дейік. Бұл ойынды мен де картаны түсінбеймін, онда қатты. Сондықтан. Так. 2 дейді. Бұл ойынды түсінетін адамдар ойнайды. Мен ойнай алмаймын. Мынаны бүйтіп қойып жатсам. Түсінме. Міне. Так. Мынаны былай қояйықшы. Жоқ. Алмайды. Короче айтқанда, дым не қылмайды. Мен түсінмеймін бұл ойынды. Енді соңғы ойын крикет деген ойын. Крикет деген ойын, короче айтқанда, өзіңіз сізге доп лақтырады, соны рекорд жасайсыз, қаншаға не қылатыңызды. Короче, лақтырады бізге не. Осыны біз деген құлатып алмау керек. Короче, мынандай неге, қазір көрсетемін, мынандай неге сындырып алмау керек, әйтпесе біз ұтыламыз. Міне, аут дейді. Короче, осылай. Так. Міне. Сөйтіп біз алысқа жіберсек, біздің рекордымыз көбейеді. 6 очко жинадық. Міне. Хоп, поппа. Міне. 1 очко. Жай жіберсек, сондай болады да, короче. Осындай видео. Енді сіздермен болған мен Арман.